жалға алу деген не деген сұмдық? Bir класста қанша оқушылар? 24-25 оқушы бар. Оның 10-на 15-іне жетпесе, мысалы, 400 теңгеден қанша ақша? Нұрбол Абылаевтың үлкен ұлы 2-ші сыныпта оқиды. Айтуынша, өткен жылғы кітап жетіспеушілігіне биыл да тап болыпты. Оқулық мүлдем жоқ емес, бар дейді ол. Тек 400 теңгеге жалға алу қажет екен. Немесе аққағаз сатып алып, ақшасын берсеңіз, мектеп мұғалімдері көшірмесін жасап беретін көрінеді. Заңсыз нәрсе ғой да. Жалға беру кітапты. Міндетті шығар ма? Басқа мектептен әкеліп, олар жеткізіп беруге міндетті шығар деймін де. Мысалы, басқа мектептерде жетеді. Мен өзім естідім. 4-ші мектепте даже дәптеріне дейін береді екен. Кітап түгілі. Мен мысалы жұмыссызмын, келіншегім жұмыссыз, әке-шешеге қарап отқан жандарымыз қазір. Тамақтарына не қыламыз ба? Кітапқа берем ба? Жергілікті білім ұясының оқулықтарды жалға беріп жүргеніне бірнеше жыл болған екен. Сондықтан ата-аналардың басым бөлігі бұл үрдіске көндігіп кеткен көрінеді. Тек кітапқа төлеуге мүмкіндігі жоқтар ғана қарсы болуда. Себебі бір 90-да қолданылған оқулық келесі 90-ға жарамай жаңасын жалға алуға тура келеді екен. Әр 90-да 4 кітап алып отыру керек екенбіз. 400 теңгеге 1200 теңге беруім керек. Матемнің өзіне да мен есер алатын болсам. Одан кейін жаратылыстану жоқ, оған 400 теңге беруім керек. Қазақ тілі жоқ, оған 400 теңге беруім керек. Орыс тілі жоқ, оған 400 теңге беруім керек. Мен 4 бала шағам бар, басқа ата-аналарында 6 бала шағасы бар, 5 бала шағасы бар. Басқаларды бірақтан білмей келісіп алып жатыр, мен бірақтан өзім алмадым. Мән-жайды білмекке білім ұясына бардық. Нөмірі 8-ші шағын жинақты жалпы орта білім беретін мектепте 180-ге жуық оқушы оқиды екен. Мектеп директоры кітап жетіспеушілігін жоққа шығармады, алайда жалға берілуі мүмкін емес деді. Тағылған айыппен келіспейтінін айтып ақталды. Біз сондай жекелеген жетіспеген оқулықтар болатын болса, аудан көлеміндегі мектептермен хабарласады кітапханашы. Артығы, егер ода сол ескі кітаптардың ішінен артығы бар болатын болса, онда өздері бір-біріменен тілхат арқылы, қолхат беру арқылы алатын ол бар. Бірақ ол жаңағыдай ақылы деген басқа емес. Қазіргі таңда аталған мекемеде жаңартылған мазмұн бойынша шығарылған оқулықтар толық жеткілікті екен. Тек 4-ші, 10-ші сыныптарға қажетті ескі кітаптар жетпей жатқан көрінеді. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Антон Семенов, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.